Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Топчик. Бүгінгі видеомызда біз Бравл Старсты жалғастыратын боламыз достар. Бүгін біз бірінші фрей бокс ашып жіберейік, тегін боксты, және де содан бізде Эль Примоны 5-ші уровеньге качать ететін боламыз достар. Так, 5-ші уровеньге көтерілді достар, 5-ші левелге деген ғой. Енді Бравл бокс ашып жіберейік достар. Одан бізге Кольт түсті, Фрэнк түсті, және Сноудомда біз ракетникпен ойнап кетейік достар. Иә достар, енді және де достар біз ракетникпен ойын ойнайтын боламыз. Және де достар біз деген 100 подписчик болдық. Енді сол 100-ден ары қарай қимылдау керек достар. Так, Барлиді көріп тұрмын. Барлиге қарай аттық. Ол арғы бетте ойнап жүр достар. Так, достар, енді біз энергиямыздың бәрін алу керекпіз. Так, бірінші энергияны алып алдық достар. Банк энергия. Енді екінші ойын, екінші энергияны алдық достар. Достар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де арнаға тіркеліп кетіңіздер. Достар, енді біз бұл жерде уже 7 адам қалыпты. 10 адам үшін 6-5 адам қалды достар. Болды көріп тұрмын. Так, достар, енді біз бұлдан абайлап ойнау керек. Бұл өте опасный игроктардың бірі. Кольт өлтірдік. Өзіміз аман қалдық содан кейін. Кольттың тығылып тұрған білмей қалдым достар. Осындай тығылып тұрып кейін өлтіретін адамдар өте көп. Және де бұл Сноудомда достар выживать ету керек. Бұл жерде тығылып тұрасыздар. Келген халявны адамдарды сөйтіп өлтіресіздер. Бұлға тиіп кеттік достар. Және бұл оны өлтіріп тастады. Ё-майо, бұл не дегенде? 12.000-дай жаны бар достар. Блин, берілгім кеп тұрған жоқ достар. Ол кірді қораға, өлтірді. Блин, өлтірді. Екінші орында жақсы достар, екінші орында болады. Және де геймкрафтта да ойты достар, ракетингті тексеретін боламыз бүгін. Ракетингті геймкрафтта тексеріп көрейік достар. Так, шығамыз, геймкрафтқа кіреміз. Ракетингті аламыз. Еді ракетингті бияқта да тексеріп көреміз достар. Достар, кім түсінбеді, геймкрафтта 3-3 адам, ортада бір рудник деген болады. Мысалы, орыстар айтады, рудник дейді. Бұлақ секілді жерден кристалл шығады. Сол кристаллды жинайсыздар. Егер 10 кристаллдан кейін 15 секунд беріледі. Сол кезде сіздер өз кристаллдарыңызды сақтап қалсаңыздар, мені қараңыздар. Біздің қарсыласымыздың болуында 2 кристалл бар. Так, достар, 448 жанымыз қалды. Ойын басталып кеткен еді. Және біздің кольтымыздың біршін чарды. Так, достар, геймкрафтта что-то ракетник тащить етпейтін секілді. Что-то ойын болмай жатыр достар. Ойын вообще болып жатқан жоқ. Аналарда достар, қарсыласта 6 не бар. Блин, достар, менің магиям толды. Қазір бәрі ортаға жиналған кезден адамдар бүгіліне тастайым, бытштарын жарайын деп тұрмын достар. Так, кірің. Так, бұл. Так, бұлда қап кетті, бүкіл кристалл бұлда бар. Өлтір, Кольт, өлтір. Біздің бұлымыз не қарап жүрген? Түк түсінбедім. Так, не жердегі бір кристаллды алып алайық. Тағы бір кристаллды алып алайық.
Өлтірің. 11 кристалда кеттік достар. Енді 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 достар. Болады. Ракетник геймкрафтта ташер болды достар. Ракетник ташер екен геймкрафтта. Және де Starblade алдық достар. Starblade алдық. Бұл өте жақсы. Және достар, болады, бізде Starblade алдық. Енді 6 кубок берді достар. 4-ші рангпыз. Жоқ, 4-ші емес, даже 5-ші рангпыз достар. Енді достар, бұны Haste деген неде көрейік, аренада. Haste деген арена достар. Өзіңіздің нелеріңіз болады. Кристалл толған, не деп айтсақ болады. Кристалл толған, мына жерде бір шкаф деймай осыныз. Кристалл толған сейфіңіз болады достар. Сода 3000 хп болады. Яғни 10 жақта төбеде қарсыласымыздың 100% деген хпсыны көрсіліп тұрады. Кристаллға толған ненің. Так, достар. Короче, кристалл бар нені алып өлтіру керек достар. Кристалл бар нені шашып тастау керек, вообще хпсын қалдырмау керек. Так, бұл неқтай жүр екен. Так, менде қазір мынандай план достар. Біз жақындау керекпіз. Так, біздің немізді өлтіріп тастады достар. Бұл. Так, достар, болды. Көрейік неқта жүр ме екен ол? Жүр. Так, достар, әлі біз 100-де 100 болып тұр. Жандарымыз, біздің нелеріміздің. Так, бұл біздің неміз өлтіріп кетті, барлейімізді. Так, достар, 55 секунд қалды, бұл болмайды бізге. Блин, достар, өлтірді және back aim деген ол біз қашан создать етілетін уақытымыз. Бұл. Өлтіріңдер. Болды, өлтіріңдер, болды. Барлейтті өлтіріңдер. Блин, 60 бірақ жанымыз қалды. Біз де өліп қалдық достар. Болмайды ғой бұл. Защищать етсеңдер, қайқа кеттіңдер. Өлтіретін болды, мен де шығамай қалдым. Матч овер. Жоқ, бітті, біз ұтылдық достар. Хейстта негізі достар, ташер, Хейст деген аренада ташеріміз негізі бір. Давайте бір Хейстте тағы бір ойын ойнайық достар. Просто командамызда қадымды тупой болып шықты. Тағы да Барлей динамит бар екен достар. Өңке дальнактарымыз. Так, Барлейіміздің несі ұстамайған секілді. Интернеті. Так, атып тұр айдалаға. Блин, өлтіріп тастады достар бізге динамикпен кактус жабыл. Так, достар, кешіріңіздер үндемей қалғаныма, өйткені өте напряженный игра болып жатыр. Блин, динамит өлтіріп тастады достар бізді. 94 хп, 194 біз 6 хп кетіргенбіз достар.
Блин, өлтіріп кетті бізді достар динамит. Және мынаяқтан топить етіп жатыр бізді, топить етіп жатыр. Болды, өлтірді достар, өлтірді. Просто бұл жолда командамыз өте тупой болып шықты достар. Короче, хейст арена отмена. Ракетингке егер де нормальный адамдар табылып жатса, ойнауға болады деген адамдар. Онда олармен ойнауға болады достар. Так, достар, новый арена ашылды. Сол аренада ойнап кетейік достар. Сол аренаны көрейін деп тұрмын достар. Енді ары қарай жалғастырамыз достар. Бравл дейді. Бравл. Так, достар, хейст деген, короче, достар, роботтардан қорғанатын арена өте қызық емес. Менің ойымша, өйткені қанша уақыт продержаться ете аласың дейді. Так, бұл жерде 2 ракетник болып жүрік. Так, Фрэнк боксерлардың бәрін алып қою керек достар. Бұл қызық емес. Так, маған біреу тигізді, ответныйға тигіздім. Так, достар, біз енді өлмеу керекпіз. Барынша продержаться ету керекпіз. Дәл қастарымыздан шығып отыр достар. Фрэнкті қорғау керек, бұл жақсы ойнап жатыр кәз. Так, магиямызды қолданамыз. Және магиямыз онша қолданылмай қалды достар. Так, Фрэнк өте әдемі магиясын қолданды және біздің өлді. Екінші ракетнигіміз өлді. Ол енді қайтып шықпайтын болады достар. Так, мына екеуі маған жабылып жатыр. Так, боссы шықты достар. Енді анау ракетник пайда болды, өйткені біз нормально шыдап жатыр. Қашын. Аттың. Так, магиямыз өте жақсы қолдандық достар. Видеоны лайк басарына тіркеліп бердіңіздер. Бұл видеоның соңы. Және де достар, не болған сіздерге айтып берейін. Интернет қатып қалып достар. Интернеттің кесірінен интернет болғанда сет ұстамай қалды бірдестен. И содан біздің видеомызда қатып қалды достар. Персонажым бір орында тұрып қалды. Конечно, оны робот бытшын жарып тастаған. Ана екеуі волна күшейген сайын ештеңеге сыя алмайтын болады. Сондықтан да достар, білмеймін мен қаншасыншы волнаға дейін олар шыққанын. Достар, егер де видеоны лайк басыңыздар, арнаға жазылыңыздар және комментария жазып кетіңіздер достар. Достар, мега конкурс болады 500 подписчиктің орнына. Сода бірінші орынға 1000 теңге, екінші орынға 500 теңге, үшінші орынға пиар болатын болады достар. Сондықтан лайк бас, арнаға тіркеліп тез 500 подписчик жинап тастайық достар. Мен сіздерге сенем. Лайк басыңыздар, арнаға тіркеліп кетіңіздер және де комментария қалдырып кетіңіздер. Аман саулықта кездесейік достар. Сіздермен бірге болған топчик. Сау болыңыздар.